Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Студияда Жансая Қожахмет, қымбатты көрермен. Бүгін біз шағын және орта бизнесті сөз етпекпіз. Шағын және орта бизнестегі өзгерістер, жаңашылдықтар, тізім, бұның барлығы бүгін эфирдің барысында айтылады. Ол үшін арнайы сұхбаттың төріне шақырған қонағымыз да бар. Бүгін біздің төрімізде Исламбек Оңалтай, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі, кәсіпкерлікті дамыту саясаты департаменті директорының орынбасары. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Сонымен шағын және орта бизнесті сөз еткенде алдымен қай салада дамып жатқандығын айтайықшы. Қазіргі таңда біздің шағын орта бизнестің ең алдымен дамыған секторлары өзіңізге белгілі сауда, қызмет көрсету, логистика және құрылыс секторлары көп шоғырланған. Бұл неліктен ол секторлар? Себебі ол секторға кіру оңай және өзінің айналымын өте жоғарғы дәрежеге көтерілу мүмкіндік беретін секторлардың бірі. Бұл секторлар кіру оңай болғанмен, бұл экономикамыздың нақты құрылымдық бөлімін жоғары деңгейге көтере алмайды. Себебі бізге стратегиялық тұрғыда қараған жағдайда бізге ең алдымен өндіріс және өнеркәсіп секторын дамыту қажет. Бұл туралы президент те айтты. Президент айтап өткендей, құрылыс саласындағы қызмет жасап жүрген адамдар, олардың еңбегі бағалану керек. Сол себепті менің ойымша Қазақстанның ары қарай дамуына осы өңдеу және өнеркәсіп саласына нақтылай көздеп, нақты секторды дамыту қажет деп санаймын. Ел президентінің 3 жылдың ішінде цифрлы ел боламыз деп айтқан тағы білесіз. Күнделікті цифрландыру біздің өмірімізге етене араласып жатыр. Кез келген құжатты біз бір терезе қағидаты бойынша бір ұялы телефоннан 2-3 минуттың көлемінде ала аламыз. Ал енді кәсіпкерлерге осы шағын және орта бизнесте салық жағынан әртүрлі мәселелер көтеріліп жатқан кезде жан-жақты декларация мәселесі болсын, кез келген есеп беру мәселесі болсын, жалпы ашықтық мәселесіне келгенде цифрландыру шағын және орта бизнестің аясында қаншалықты қазір реттеліп отыр? Өте орынды дамып жатқан сектор. Бұл жерде цифрландыру аясында ең бастапқы атап өтетін жай бізде e-gov бизнес бағдарламасы, платформасы бар. Сол e-gov бизнес платформасында қазіргі жоспарланып отқан талаптар және жоспарланып отқан мерзімдерге сәйкес бізде тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл жерде біз нақты кәсіпкерлік тізілімі бар. Мемлекет ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлікті дамыту бойынша уәкілетті орган ретінде кәсіпкерлік тізілімін жүргізіледі. Кәсіпкерлік кодексінің 24 және 25 баптарына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шағын, орта және ірі бизнес санаттарына жүктеледі. Сол жүктеме бойынша ол өзіне тиісті қаржыландыруды, мемлекеттік деректерді қосымша нақты шоғырландырылған деректеме базасын жүргізеді, бір сөзбен айтқанда. Және осы e-gov платформасы арқылы бізде қазір интеграция жұмыстары жүргізіліп жатыр. e-gov бизнес арқылы кез келген кәсіпкер өз электрондық қолтаңбасы, цифрлық қолтаңбасы арқылы кіріп, өзіне қажетті деректемелерді, нақты анықтамаларды ала алады және қаржыландыру түрлерін көре алады. Реестр дедіңіз, яки тізім дедіңіз. Осы кәсіпкерлердің тізіміне кіру, ену кәсіпкерлерге қандай артықшылық береді? Бұл тізілім бізде нақты деректер базасынан тұрады. Бұл деректер базасы мемлекеттік органдар арасында өзара интеграцияланған. Сәйкесінше кез келген кәсіпкер өзінің қаржыландыруын, қосымша қаржыландыру тетіктерін ала алады және деректемелер базасы арқылы өзінің нақты ақпаратын көрсете алады. Атап өткенде бұл реестрге тізіміне енгізілгеннен кейін кез келген кәсіпкер өзіне нақты қолдау шараларын қалай алу түрлерін артықшылығын ала алады және қосымша автоматтандырылған түрде анықтамаларды алу мүмкіндік береді. Жаңа атап өткенде e-gov бизнес платформасына интеграция арқылы осы реестр негізгі деректемелердің базасының ортасы болып табылады. Осы реестр арқылы e-gov бизнесте ол өзінің қолдау шараларын, анықтамалар және салық бойынша ақпаратты түгелімен бір цифрлық платформа арқылы өзіне жүктей алады. Негізі кәсіпкерлерге қандай анықтама қажет? Кәсіпкерлерге, банктерге, немесе мемлекеттік органдарға өзінің санаты бойынша ақпаратты ұсыну қажет. Яки салық төледі ма, төлеген жоқ па, декларацияны толтырды ма, жоқ па деген атап өткенде кәсіпкерлік кодексінің 24-25 баптарына сәйкес
Кәсіпкерлер тізілімі шағын, орта және ірі кәсіпкерлік бойынша бөлінеді. Сәйкесінше шағын және орта бизнестерге көрсетілетін қаржыландыру осы банктер арқылы жүргізіледі. Ал банктерге тиісті анықтама алу керек. Ал анықтама осы біздің интеграцияланған тізілім арқылы жүзеге асырылады. Соңғы кездердегі жаңа заңдарға сәйкес көп кәсіпкерлер әлеуметтік желіде де бізге көп қысым көрсетіліп жатыр. Болмаса бізге көп міндет жүктеліп жатыр деген сияқты әңгімелерді айтып жатыр, Бұл енді олардың базынасы. Ал мемлекеттік тұрғыда кәсіпкерлерге, оның негізінде шағын және орта бизнеске қазіргі күні көрсетіліп отырған қандай қолдау бар? Жалпы біз қазір мемлекет басшысының жолдауын іске асыру аясында жалпы ұлттық жоспар бекітілген. Сол жалпы ұлттық жоспар аясында кәсіпкерлерге көрсетілетін міндеттер, талаптарды қайта қарау жұмыстары жүргізілді. Атап айтсақ, нақты бүкіл заңнама талаптарын қайта қарап, ол жерде қосымша немесе артық талаптар болған жағдайда біз кәсіпкерлік кодексінің 85-ші бабына сәйкес базалық талаптар бар. Сол базалық талаптарға сәйкес болмаған жағдайда оны қайта қарап, мемлекеттік реттеуші орган немесе оны алып тастау қажет болады. Мысалы, қандай талаптарға кәсіпкер сай болу керек? Жоғарыда біз сізден нақты қазіргі күні қарқынды дамып жатқан саланы анықтадық, Сол сауда саласын нақты бір мысал ретінде алатын болсақ. Мысал ретінде айта кететін болсақ, орналастыру, оның... Мысалы, қараңызшы, дүкен ашам деп оқталып отырған, қазір бізді көріп отырған бір көрермен болса, азық түлік дүкенін үйдің қасындағы жаңағы бір ғимаратта ашам десе. Болмаса үйдің астындағы жертөледе, ол қандай талаптарды ескеруі тиіс? Әрине нақтылап атап өту керек, бірақ жалпы айта кететін болатын болсақ, бұл жерде бізде ең алдымен санитарлық нормаларды сақтауға қажет. Екіншіден, өрт қауіпсіздігі бойынша талаптар орындалу қажет. Және қосымша шығу жолдары болу керек. Шығу жолдар сол өрт талаптарына сәйкес. Және осы екі саланы алатын болсақ, санитарлық норма бойынша оның дүкенінде тиісті заттар орналасу керек. Аптечка, қосымша көмек беретін кнопка вызова. Жалпы негізі осы екі сектор бойынша келетін болсақ, бізге әр ішіндегі қойылған талаптар, мысал ретінде шығу жолдары, өрт болған жағдайда шығу жолдарды сызу схемасы, мысалы ол артық жүктеме. Сызу схемасы былай жазылу керек, немесе басқаша өзінің тиісті стандарты бойынша жазылу керек деген әр жерде нормалары жазылған. Егер де сол норма қосымша жүктеме болып, қосымша талап ретінде бизнестен сұралатын болса, біз оны әрине міндетті түрде қайта қараймыз. Осы бойынша бізде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі кезде цифрлық деп жатырмыз ғой біз, цифрландыру аясы. Цифрландыру аясында бүкіл талаптар цифрландырылып, кез келген кәсіп ашу осы егов платформасы арқылы бір өзінің өтініші арқылы тастап, өзінің құжаттарын растап, барлығын деректемелер базасынан алуға мүмкіндік береді. Жай сөзбен айтқан кезде оңтайландыру процесін жүргізіліп жатырмыз. Баяғыдай кәсіпкерлер, адам физикалық тұрғыдан келіп, менің құжатым осындай құжатым бар, тексеріп өтіңізші деп айтпайды. Мемлекетке жүгінеді. Мемлекет ол түгелімен өзінің деректемелер базасынан өзінің ақпаратын тексеріп шығады. Егер де нормаға сәйкес болса, оған рұқсат береді. Рұқсат өзінің кәсіпкерлігін ары қарай жүргізе береді. Осындай жұмыстар бізде. Бұл енді кәсіпкердің ашайын деп отырған кәсібіне байланысты талап, Ал нақты тұлғаға, кәсіпкердің өзіне қатысты талап бар ма? Мысалы, біліміне байланысты, оның білімі жоғары болу керек, болмаса орта білімде жеткілікті, болмаса Қазақстан Республикасының азаматы болу міндетті деген сияқты нақты талаптар бар ма? Жалпы ондай нақты талаптар бізде көрсетілмеген. Шектеу жоқ. Кез келген адам заңды тұлға ретінде тіркеліп, өзінің кәсібін бастауға мүмкіндік бар. Ол бойынша бізде көптеген анықтамалар көрсетілген, өзіміздің ұлттық экономика министрлігінің ресми парақшаларында сол жерден қараса болады, немесе egov.kz сайтында қарап шықса болады. Кез келген норманы интернетте ашық форматта ақпарат көрсетілген. Тіркеледі, тиісінше өзінің саласын таңдайды. Осылайша ол өзінің кәсібін ашқаннан кейін, ол банктерге осы деректемелер арқылы өзіне қолдау шараларын көре алады. Қандай қолдау шараларын алады, қандай кредиттер бар, қандай қосымша талаптар көрсетілген осы ашып жатқан саласына сәйкес өзінің. Себебі ол тіркелген кезде өзінің салаларын таңдайды. Қай салада өзінің кәсібін жүргізеді.
сәйкесінше әр саланың өзінің талаптары бар. Өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнесті дамыту бойынша жұмыс атқарып жатырмыз дедіңіз, иә? Сол мына саудада ғана емес, өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнестің үлесінің артуы үшін қандай ілкімді істер жасау керек? Иә, бұл жерде тек қаржыландыру тетіктерін қамтамасыз ету жеткіліксіз. Ең алдымен стратегиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл жерде осы қаржыландыруды ала отырып, оның ұзақтық мерзімін қарау керек. Ол жерге жүктелетін талаптарды қайта қарау керек. Және ол жерде өңдеу өнеркәсібі бұл экономикамыздың бір саласы емес, бұл түбегейлі бір құрылымдық бөлімі. Өңдеу өнеркәсібін қаржыландыру жеткіліксіз, тек қана қаржыландыру жеткіліксіз. Бұл жерде біз ұзақ мерзімді қаржыландыруды біріншіден қарау керекпіз. Қосымша талаптар тетігін азайту мүмкіндік жұмыстарын жүргізу қажетпіз. Және қосымша бұл жерде технологиялық жаңғырту қажет. Технологиялық жаңғыртулар өздеріңізге белгілі, қазіргі жүргізіліп жатқан искусственный интеллект дейді ғой. Жасанды интеллект. Жасанды интеллект қолдану арқылы біздің технологиялық жаңа шығып жатқан өнімдерді ары қарай дамытуға мүмкіндік беруге осы тетіктерді қарастыру керек деп ойлаймын. Себебі бұл жерде атап өткен стратегиялық тұрғыда экономикамыздың үлкен бір үлесінің бөлігі. Өңдеу өнеркәсібінде жасап жатқан адамдардың саны өзі көп емес. Ары қарай оны көбейту үшін біздің экономикамыз, әлеуетіміз ұлғаятын болады. Тағы нақты айта кететін жай, бұл жерде талаптарды азайту. Талаптарды азайту ол бизнеске қосымша шығын алып келеді және қосымша уақыт алатын болады. Және бұл бойынша бағана жоғарыда атап өткендей жалпы ұлттық жоспардың аясында бүкіл талаптар қайта қаралатын болады. Сізге көп рахмет, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге, еңбектеріңіз елене берсін. Рахмет сізге. Қымбатты көрермен, бүгін біз шағын және орта бизнесті цифрландыру тақырыбының аясында сұхбат өрбіттік. Ендеше әр шаңырақта 24 KZ арнасы қосулы болсын, аман болыңыздар, бүгінге осы.